Ақшымғар қайыр октябрінің бұры эфирде заман Қырым ве дүнияда олған қаберлерінен таныш етмеге азырмыз студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Қырым прокуратурасы ишғал етілген Қырымда Қырым аққорчылайчы группанен бераберлікте ярмадада баллар яшлықтан арбиешке огретілген аққында мәліматны топлап Гаагадаки халқара жинайы махкемеге берген. Бұне берабер махкемеге йолланылған избатлар арасында ишғалжылерінің Қырымда япқан арби жинайетлері де қайдетілген. Мисал оларақ Украина ватандашлары ишғалжылер ордусына желп етілігі яда қызмет етуге істемегенлер тақып етілмесідір. Прокуратура Қырым баллары Русияның арби пропагандасының құрбаны олғанын қайдете. Құқық қорғаушылар ишғал етілген Қырымда балларының арби азырлығына кешірген меркездер жедвелін азырлаған. Бұл Қырым патриот центрыдыр, Дасаф ве Юн армиядыр. Эпсі ишғалжылерінің тешвиқат системасына желп етілген. Найменше 25 тисяч громадян України були незаконно в порушення норм міжнародного гуманітарного права призвані Росією до лав своїх збройних сил. Більш того, ви також можете побачити цифри, які свідчать про кримінальне переслідування, що є також елементом примусу до служби. Люди, які відмовляються від служби в російській армії, вони кримінально переслідуються Російською Федерацією. Ви можете побачити цифри, які це підтверджують, а саме кількість кримінальних справ, які ми змогли задокументувати саме по статті Кримінального кодексу Росії за ухилення від призову. Ви теж бачите, що в принципі ці цифри постійно зростають. Мета в першу чергу полягає в тому, що за допомогою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду і самого Міжнародного кримінального суду ми сподіваємось вдасться досягнути безпосередньої мети кримінального переслідування воєнних злочинців. Керекли ләжыларына бермеселер дамарларына кесмеге азыр. Сияси Мабусалик Приходько махкемеде ақрабасына оңа бүйреклеріні тедәвелемек үшін керекли олған илячылар йоллап олмасы үшін рұқсет бермеге талап етті. Бүгін Русияның Женеберби махкемесінде Украин фалінің избетен ұрдойылған жинай дава бақылмасы девам етті. Ләкин прокурор келмегені үшін даваны башқа күнге қалдырғанлар. Кечкен топлашууда адвокат Назим Шейхмамбетов Приходькоға керекли илячылар бермек үшін махкемеден рұқсет сұраған еді. Махкеме талабыны қанатлендірген, ләкин апсқане хадемлері оны еріне кетірмеге ашықмай. Ешғалжылер Олег Приходьконы кечкен сені октябрінің онында тұтып, ЕВВ гаражында тентов кечіріп патлайжы модделер тапқан еді. Санкедерсіні осақ шер мемориеті бинасыны патлатмаға планлаштыра екен. Приходьконың сөздеріне көре дава уйдырылған патлайжы модделеріні ФСБ хадемлері өзлері тентувден евел кетіріп ташлаған. Көзлерін açып, аяқ еллеріні қыбырдаты башлаған екімлер сабақ сияси Мабус Владимир Балухның позитив динамикасы олғанын хабер еткен. Бұны халық депутаты Ирина Геращенко өз Facebook сәйфесінде язды. Евел Балухның сағылығы стабил олғаны хабер етілген еді. Хороші новини від лікуючих лікарів Володимира Балуха. Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами. Динаміка позитивна. Потрібен час. Займаємося. Владимир Балух сентябрінің 8-інде хастаханеге қафами яралары әлве көпірчі кемігі сынықларынан түшті. Шукуна екімлер оның башына операция япып, оны суни комаға кечірділер. Сентябрінің 19-ында есе Киев махкемесі оңа ұжым япқанында шекленген 32 яшында Киев сакинні 2 айға апске алды. Таққат берген мәліметқа көре қазаланған ве шекленген арасында сөз давасы олып кечкен. Нәтижеде яқаланған Балухны аяқнен арқасына ұрған ойсе, йықылып башыны ұрғандыр. Стандартлаштырылған элифбе луғатлар ве Қырым-татар тілінде сайтлар. Ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назирлік Бірлескен Миллетлерінің тамыр халықлар тіллері популяр етілмесі стратегиясы черчевесінде Қырым-татар тілінің популярлаштыру стратегиясы üzerinde çalışı башлады. Лехыға меджлис ве тілшінаслар желп етілген. Олар арасында түркология алимлері, али оқу юртлары ве орта умум тәсіл мектеп ожалары, жемат тешкілят азалары. Назирлікте тамыр халық тіліні бұтын Украин севесіне көтережек ола. Назир Алексей Резников айтқанына көре Қырым-татар тілі украинлер арасында да популяр олмақ керек. Бұне берабер тіл Украина қытасыны ишғал етілген Қырымнен бағламақ керек, деді Назир. Планларға көре китапларда қолланыла білген ресми имляны
таздықлап лұхатларына бір тертікке кетірмеге істейлер. Назирлікте қайдеткенлеріне көре тамыр халқынан тілі инкишаф етмесі, ярмада ишгалден азат етілмесі үшін да бір адымдыр. Стратегияны бұйыл тақдим етмеге істейлер. Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясының қарарына көре тамыр халықлар тіллерінің 10 еллығы чертчебесінде тамыр халықлар тіллеріні популяр етмек кереклер. Оның 10-лық кележек сене башлай жақтыр. Питання розвитку мови ми розглядаємо і в контексті практичних кроків щодо деокупації і реінтеграції Криму. Україна, як держава, має взяти на себе ініціативу, щоб навколо цього виникав живий зв'язок з нашими громадянами в Криму. Meclis reisi Rifat Чубаров Украина акимиетінің Суриядегі қачақлар лагерінден Украина ватандашлары олған қадын ве балаларына қайтармаға ярдым етмеге чағырды. Сөз ел қол лагерінде тұтылған тахменен 100 қадын аққанда кете. Рифат Чубаров қайдеткеніне көре, бұл лагерде дүнияның чешіт көшелерінден Сурияге барған тахменен 73 bin инсан тұтылмақта. Олар арасында украинлі ве қырым татар қадынлары да бар екен. Сурияге олар ақайларынан кеткенлер, женктен себеп балаларынан прозлері қалған. Да кечкен сене башында бұл лагерде олған 72 Украина ватандашы. Олар арасында 43 баладан ибарет олған жедвеліні Украина тышышлері назирлігі ве телекеслік қызметі тешкірген. СБУ лагерде олған инсанлар тахлие етілмесі üzerinde çalışı башлаған. Меджлис етекчілері қачақларға Василий кеткен қырмызы қач тешкілятынен музакире кечірген. Рифат Чубаров айтқанына көре, бұл сене Украина ватандашлары қайтарылмасы іші тоқтатылған. Президент офисі коронавирус эпидемиясына сыла екен. Можна ніколи бросати своїх дітей. Неважливо, чи вони твої особисті, чи вони є інших громадян. Держава не має права бросати своїх громадян. Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу президента України. Офісу пропонувалося весь можливий алгоритм вирішень, рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав в рот води. Ахмеджет мерkezінде Ольдуров Чеченистандан келген 4 кіші 36 яшында олған ерлі Сакиннен олып кечкен сөз давасындан сон чеченлерінің бірі Ахмеджет Сакинні ұрған. Ойсы еқылып, башынен бетонға ұрылып шер мерkezінде жан берген. Жинайытчы аляда яқаланмады. Вефат еткен еркекнің ақрабасы айтқанына көре, ишгалжелер жинайытчыны тапмақ үшін бір шей япмай. Ишгал етілген Қырымда Чеченистандан келгенлер тарафындан япылған бұл бірінші жинайытды ел. Кечкен сені октябрь айында Ахмеджет мерkezінде Тешвеқатчы Крым 24 телеканалының мұғбері Николай Уваров көтекленген еді. Овақы чеченні Жаяв Юров соқақта мотоциклінден жүргені үшін тенбелеген еді. Жауап олырақ мұғберінің бұрны сындырылды. İçtimai ағларда қоланыжылар язғанына көре, чеченлер сық-сық Ахмеджет мерkezінде топлашып, өзлеріні агрессив секілде алып бара. Суванбарлары толмасы еріне чоқ миллионлы зарар. Түнебін ишғал етілген Қырымда сағанақларнен берабер күчлі еллер олды. Керешеве Ақиярда арабалар сувда ялдады. Яғмур канализациясы чөплікнен толы олғанындан себеп бірінші қатларда олған түкен ве офислеріні яғмур сувлары басты. Сағанақ ерде тек ишгалжелер істеген ерде олмады. Қырымның жөнебінде дақ ве суванбарлары үстінде яғмур девамлы олмаған. Яғанақлар миқдарын арттырмақ үшін олған учақта ярдым етіп оламады. Қырым семасында олған бұлытлар келешмейкен. Тафсиятлыжа Левқамызда. Вот это счастье. Это счастье для Керчи. Улан чоқ девам етмеді. Күчлі яғанақлардан сон яғмыр сувлары кетмек керек олған канализация тықалық олғаны үшін кереч соқақлары өзенге чебірілді. Нетижеде олар же евве азбарларына су басты. Машиналар ел қазаларына ұғырады. Я встрял, машина заглохла, я утонул. Вот такой у нас происходит на Самойленко. Машины плывут, уже несколько заглохших. Ишғал етілген Ақиярдада еллар өзенлерге чебірілді. Шерве бұтын қырым үшін күчлі сағанақлар чоқ миллионлы зарарлар кетіре. Ишғалжілер есе сағанақ канализациясының тек 5 жылдан темізлемеге планлаштыра. Ишғалжілер құрған еллар есе су ақымларыны evlerінің босағаларына қадар кетіре. Утром вода была
Ярамаданын 22 суван барандан 8 Шымали Қырым каналындан келген суынен толдырылайды. Қалғанлары қышта түшкен қар ве яғанақлардан толмалы. Соңки апталары Қырым семасында ичбір яғмыр бұлыты жоқ еді. Бұндан себеп işgalciler Ярамадаға махсус метеорология учағына кетірді. Як 42-ді учағы махсус реагентлерінен бұлытларны атып, яғанақларының миқдарыны 30%-ға қадар арттырмақ керек еді. Учақ аваға көтерілді, ләкин Қырым семасында келешкен бұлытлар тапмаған. Бұны ичні бежермек керек olған операция юлбашысы хабар етті. Йодистое серебро, которое мы сейчас применяем, я вам сказал, это, так сказать, очень маленькие, так сказать, дозировки. Да, это граммы. Вот на одно облако идет до, допустим, 100 грамм этого вещества. Это предгорье, это равнина, часть, переходящая в предгорную часть. И вот мы, значит, стараемся вызвать осадки именно в это, чтобы они стекли в водохранилище, которое у вас есть. Сағана қолды, ләкин işgalciler істеген ерде де келі. Қырамның женебінде дағылар ве ақмежетні суынен темін еткен суан бары үстінде яғмыр девамлы олмаған. Зуя янында олған Балановская суан бары 5 миллион кубометр су сығдыра біле, ләкин су тек түбінде қалған. Девамлы олмаған яғмырдан сон тек гөлчіклер пейда олды ве чамур. Чевречетте чатлаған топырақ тек бұ ақым суан барына түше. Işgalciler есе бұндан да суыны ақмежетке помпалай. Вот она речка. Вот это весь и приход, друзья. Вот он. Вот видите ручеек? Вот это приход. Может там еще где-то протекает. Так что там, где машины стоят, военных качают. Я думаю, это такие мелочи. Да, вот этот понтончик, как говорят местные жители, друг мой здесь провел детство. Этот мостик был в воде. Ақмежетте де яғанақлар олды, ама чоғды кел. Инсанлар кенеде көк сауытлары янында невбетке тұрмаға межбур. Мемнун олғанлар жоқ, чөнки инсанлар бір айдан зияде суыны тек жетвел бойынша қоланып ола. Ләкин базылар да даянмаға азыр. Испытывают, и мы испытываем. Что спрашивать? Мы привыкли, мы уже... Ага, у нас 20 лет, наверное. У нас, да, 20 или 30 лет жили без воды, по графику. Качество воды в многоэтажке вы живете? Да. Я же говорю, как у всех, так и у нас. Что у нас? Отдельное государство, что ли, одно? Набираем пустые посуду везде, в банки. А горячую воду, чтобы помыться, греете? Нет, а горячую ездим до дочки аж на Петровскую балку, чтобы покупаться. Вот и все. Ужасно тяжело. Işgalciler өзлері біле айта, олып кечкен сағанақ сулары құрып қалған топыраққа сынып кетті. Суан барларына толдырмақ үшін қышта ең азындан 1 yıllık сағанақлар нормасы түшмелі. Владислав Стужук, Заман, АТР. Işgalciler станица Луганская жеварында тешкес режиміні бозған. Дұшман күчлері танққа қаршы граната атыжы қоланған. О штабында қайдеткенлеріне көре әскерлер арасында ғайыплары жоқ. Кечкен күн девамында Русия незаретінде олған жінкеверлер 11 кере тешкес режиміні бозған. Ең чоқ атышулар Луганск юнелешінде қайдетілген. Жінкеверлер атыжы селя ве граната атыжылар қоланған. На превеликий жаль, в результаті ворожого обстрілу з пістольного гранатомета осколкові поранення отримав один український захисник. Його оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну допомогу. Стан його здоров'я задовільний. Украинада кенеде яңа антирекорд COVID-19 хасталығы 4069 инсанда таздықланған. 64 хаста вифат еткен. Пандемия башлаганындан берлі Украинада коронавирус хасталығы 213 инсанда қайдетілді. Олардан 4193 хаста вифат еткен. Авропа мемлекетлері арасында антирекордқа Франкистан, Испания, Русия, Бuyuk-Британия ве Украина ерішкен. Украина дүния рейтингінде 14-ші жерде. Дүния сағлық тешкілаты Украинада кележек бір қач ай ішінде күнде 9000 хаста белгілене білгенін тахмин ете. Чүнки мемлекетте карантин қайделері riayet етілмей. Сағлық тешкілатының мәліметіне көре мемлекетте тек 4-ші инсан даими шекілде еллеріні юа, 3-ші инсан ичтимai дистанцияны riayet етмей. Сакинлерінің %40-ы күтлеви тедбірлерге бармаға девам ете.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області – 450, в тому числі місто Харків – 352 випадки. Дніпропетровська область – 266 випадків, в тому числі місто Дніпро – 204 випадки. Одеська область – 260 випадків, в тому числі місто Одеса – 164 випадки. Тернопільська область – 253 випадки та місто Київ – 377 випадків. Ишгал етілген Қырымда коронавирустан себеп 2 кіші вефат еткен. Пандемия башлағаннан берілі 68 кіші COVID-19 құрбаны олды. Уммен алғанда 4,5 bin инсан хасталыққа құраған. Кешкен күн девамында коронавирус хасталығы да 93 инсанда таздықланған. Бұл саат қазір олған соңки қаберімізді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім, бір-біріңізге мұқай толыңыз ве хасталанманыз атырденісе айрылманыз көрішкенже.